Баршаңызға сәлем. Бүгін біз қанның қоюлануының басты себебі мен оның алдын алу туралы айтатын боламыз. Қан ағзадағы сұйық ортаның бірі. Қанның құрамында негізгі 3 элемент бар. Ол эритроцит, лейкоцит және тромбоцит. Эритроцит оттекті тасымалдаса, лейкоцит микробты өлтіреді, ал тромбоцит қорғанысқа жауап береді. Қанды ұйыту да осы тромбоциттің жұмысына тікелей қатысты. Ең алдымен каналға жазылып лайк басып коммент қалдыруларыңызды өтінемін. Өйткені видеоларды каналға жазылмай көретіндердің саны 98%-ті құрап отыр. Команданың еңбегін бағаласаңыздар, риза болар едім. Алдын ала рахмет. Мәселен, сіз жарақат алсаңыз, жараның бетіне қан құюланады. Мұның адам өмірінде маңызы өте зор. Себебі жарадағы қан ұю арқылы ағзаны қан сыраудан сақтайды. Алайда, тамырдың ішінде қан ұйып қалатындай жайттар орын алады. Ол жағдай жалпы қан айналымы жүйесіне кері әсер етіп, адам өміріне қауіп төндіреді. Қанның қоюлануы ауру емес, бірақ қандай да бір қауіптің белгісі. Егер оны сұйылтып, өз мөлшеріне келтірмесе, кез келген ағзаға теріс әсер етеді. Тіпті созылмалы дерттің дендеуіне себепші болады. Қан адам ағзасының ажырамас бөлігі. Оның міндеттеріне оттегі мен қоректік заттарды ішкі органдарға тасымалдау ғана емес. Бұл иммунитетті қамтамасыз етуді қоса алғанда бір қатар маңызды денсаулық функцияларын орындайтын жүйе. Қан өте қою болса, ұсақ тамырлар мен капиллярларға ену қиын. Бұл оттегінің жетіспеушілігі анемияның дамуына келеді. Бұл жағдайда қанның ұюы инфаркт немесе инсульттің пайда болуы ғажап емес. Мұның алдын алу үшін алғашқы белгілер біліне басталысымен-ақ арнайы маманның кеңес алып, емдік шараларын бастап кету қажет. Жалпы қанның қоюлануына себеп болатын жайттар сапасыз су. Күнделікті тұтынатын судың сапасыздығы қанның қоюлануына ықпал етеді. Себебі қанның 85%-дан астамы судан тұрады. Егер адам сапасыз суды, атап айтқанда лас немесе хлорлы суды жиі ішетін болса, дене оның өзгеріне көп жасушалық энергияны жұмсауы керек. Оның дұрыс құрылымды болуы өте маңызды. Өйткені оның негізгі міндеттері қанды сұйылту және қоректік заттардың сіңуін жақсарту болып табылады. Ағзаның қышқылдануы. Қалыпты жағдайда қанның аздап сілтілі реакциясы бар. Егер адам рационына қышқылдық тағамдар көп қосса, мысалы, атап айтқанда сүт немесе жұмыртқа, қанның қоюлануымен бірге қышқылдану орын алады. Электромагниттік сәуле. Қанның құрамындағы шағын өзгерістерді компьютерде жарты сағат жұмыс істегеннен кейін-ақ байқауға болады. Қанның қатерлістігі. Ауру сүйек кемігінде тұтқырлықтың жоғарылауымен бірге жүретін қызыл қан жасушаларымен немесе ақ қан жасушаларының көп мөлшерін шығара бастайтынына әкеледі. Улану. Ағзаны ауыр металдармен және пестицидтермен улау күшті химиялық заттармен өңдеу нәтижесінде көкөністер мен жемістерді жиналуы мүмкін. Қозғалыстың аздығы. Егер адам компьютер алдында көп уақыт отырса және спортпен айналыспаса, оның қан ағымы бұзылады. Бұл қанның тоқырауымен және қоюлануымен бірге жүреді. Жиі стресстік жағдайлар. Стресс гормондары қан тамырларын тарылтып, қан айналымын айтарлықтай бәсеңдетеді. Авитаминоз. Ағзадағы аскорбин қышқылының және В тобындағы дәрумендердің тапшылығы себеп болады. Қанның қоюлануының белгілері. Көру және есту қабілетінің нашарлауы. Қанмен жеткіліксіз қамтамасыз ету нәтижесінде қоршаған дүниені қабылдау сезімдері біртіндеп төмендеуі байқалады. Осымен бірге құлақта шу пайда болуы мүмкін, тыныс алудың қиындауы, жүректің қанды айдауы қиын болғандықтан адамда аритмия пайда болады. Ол жылдам тыныс алумен бірге жүреді. Аяқ қолдарының шаншуы. Әдетте шаншу аяқ қолдардың ұю сезімімен бірге жүреді. Бұл қанның капилляларға жақсы тамбағанынан болады. Ол кезде теріде көкшіл түске айналғанын байқайсыз. Ұйқының қанбауы. Миға оттегі қажетті мөлшерде жетпегендіктен адам жиі есінейді, әрі үнемі шаршап жүреді. Күндізгі уақытта адам тез шаршайды, әрі көзінің асты көгерен сияқты болып тұрады. Мазасыздану. Алаңдаушылық сезімін туындауы. Жаны жай таппай үнемі алаңдап отырады. Бұлшықеттің ауруы. Қызуыңыз көтеріліп, сай сүйегіңіз сырқырап жатқанда сезімде боласыз. Ауру әсіресе бастың артқы жағынан береді. Баяу қан кету. Қолыңызды, теріңізді абайсызда кесіп алсаңыз, қан өте баяу ағады. Одан бөлек қанның түсі ашық емес, керісінше қою қызыл түсті болады. Бас ауру. Қанның қоюланған адамның басы жиі ауырады. Оны дәрімен де, тұнығымен де емдей алмайсыз.
Аурудың алдын алу және емдеу жолдары. Қанның мөлшерін анықтаудың негізгі жолы зертханалық талдау жүргізу. Егер қан жасушаларының саны жоғары болса, онда қан қоюланды деген сөз. Науқастың шағымына қарай дәрігер қосымша зертханалық және аспаптық диагностикалық әдістерді тағайындай алады. Олардың ішінде биохимиялық қан сараптамасы, томография және компьютерлік томография болады. Көп жағдайда дәрігерлер дәрілік терапияға жүгінеді. Қанды сұйылтатын дәрілер ұсынады. Қанды сұйылтатын өнімдер дәрілік терапиядан басқа күнделікті тұтынатын тағамдарға мұқият болған абзал. Қанның қойылуына алкоголь, ысталған ет, газдалған сусын ықпал етеді. Оның орнына майлы балық немесе балық, зығыр майы, балғын көкөністер, жеміс-жидектерді үзбей жеу керек. Оған қоса зімбір сусынның ішу өте пайдалы. Күнде таңертең кез келген жаңғақ жеуге де болады. Судың қан сұйылтудағы пайдасы. Таза су алғашқы медицина. Кіршіксіз мөп-мөлдір сұйықтыққа бар тіршілік тәуелді. Сусыз өмір жоқ. Барлық тіршілікке нәр беретін судың адамзат өмірінде алатын орны ерекше. Таңертең ұйқыдан тұра сала таза су ішсеңіз, талай аурудың алдын аласыз. Егер қан сұйылтуда дәрілерді ішкіңіз келмесе, сізде де дәрісіз де өзге тәсілдер бар екен айтқым келеді. Бірінші әдіс өте қарапайым. Қанды судың көмегімен сұйылтуға болады. Жалпы адамдар өте аз мөлшерде су ішеді. Ал ағзада судың көлемі аз болуы қанның қоюлануына әкеп соғады. Қан сұйылту үшін адам тәулігіне 1,5 литр таза су ішу керек. Ал ғаламторларда көпшілік арасында 3-4 литр су ішу керек деп айтады. Ол дұрыс емес. Адам күніне 1 немесе 1,5 литр су ішсе, сол жеткілікті. Бұл таза су болу керек. Сіздің ішкен шай, кофе, шырын секілді жалпы сұйықтықтарыңыз саналмайды. Егер суық су ішкіңіз келмесе, үй температурасындағы жылы суды ішуге болады. Таңертең ұйқыдан оянғаннан кейін міндетті түрде аш қарынға 1 стакан су ішуден бастау керек. Қарапайым мысал ретінде, егер сіз бір жеріңізді кесіп алғанда немесе анализде саусағыңыздан қан алған кезде қанның қою қара қошқылда болуы тез ағып кетпей бөлініп тұратындығын байқауға болады. Бұл қанның құрамындағы гемократиттің жоғары екенін көрсетеді. Екінші мысал, кофе мен алкогольді ішімдікті аз қолдану керек. Кофені көп ішетін болсаңыз, ол қанды қоюландырады. Арақ шарапта қанның қойылуына әкеп соғады. Олар қан тамырларын атеросклероз пайда болады. Тұздалған көкөністерді де көп жемеу керек. Кептірілген қышқыл тағамдар да адам ағзасына зиян. Сондықтан оларды белгілі бір мөлшерде қолданған дұрыс. Қимыл әрекет жасау, спорттың жеңіл түрімен айналысу, жайлап жүгіру, мен жүру, жатар алдында таза ауада серуендеу сіздің ағзаңызға өте пайдалы. Біздің денеміз 70% судан тұрады. Ал ғалымдар адам бойындағы судың мөлшері небәрі 2%-ға азайса, күш-қуатты 20%-ға әлсірейтіндігін дәлелдеген. Бар жоғы 1-2 жұтым су күйзеліс пен шаршағанды басып, орасан зор күш береді. Сондықтан алмасу жүйесі мен қан жүйелері судан тұратындығын ұмытпағанымыз жөн. Қанды дәрілік шөптер көмегімен сұйылту. Адам ағзасында қан сұйылтуда көп өсімдік қоспаларына әзірленген тұнбалардың жөні бір басқа. Адам баласы өсімдіктерді сонау көне дәуірден бастап, күні бүгінге дейін қажетіне жаратып келеді. Әсіресе халық емшілігінде емдік шөптер таптырмас дәрі-дәрмекке айналған. Елімізде статистикалық мәліметтерге сүйенсек, шамамен 6000-ға жуық өсімдік түрі бар. Соның 500-ге жуығының түрі дәрілік заттар болып табылады. Көбінесе кейбір адамдар шөпті жеңіл санат деп есептейді. Егер шөпті дұрыс біліп ішпесе, керісінше әсер етуі мүмкін. Қанды қоюлатып жіберуі де ғажап емес. Бұл ғылыми түрде дәлелденген. Ақжелкен. Ақжелкен өсімдігін әдетте салат немесе тағы да басқа тағамдарды әдемі етіп көрсету үшін пайдаланады. Жарты кесе ақжелкеннің құрамында күндізгі нормадағы А дәруменінің 100%, В дәруменінің нормадағы 10% және С дәруменінің күндізгі керек болған 50%-ын ала аласыз. Екіншіден, қан диабетіне шалдығу қаупі төмендейді. Сонымен бірге жүрек саулығы жақсарады. Ақжелкен фолий қышқылының қайнар көзі. Ал аскөк болса, тағамға ерекше дәм беретін өсімдіктердің бірі. Ол жұқпалы аурулар кезінде ұйқы бұзылғанда жақсы көмектеседі. Мүкжидек. Клюкваның пайдасы. Мүкжидек шырыны глюкоза мен фруктозаның көп мөлшері, пектин мен кальций тұзына бай. Жидектің бойында С витамині бар.
ол сондай-ақ күзгі ауруларға таптырмас ем. Мүгедектің компоты өте пайдалы. Қанның қоюлануы адам ағзасына